Сәлеметсіздер ме, құрметті трейдерлер? Бүгін шілденің 20-сы және біздің күнделікті таңғы брифингке қош келдіңіздер. Экономикалық жағдайды сіздермен бірге енді бүгінгі сауда сессиясына егжей-тегжейлі талқылайтын боламыз. Айта кететін болсақ, өткен апта айтарлықтай тыныш өткенін айта кету қажет. Бірақ бұл аптада күтулер өте көп. Бүгін біз жалпы есеппен айтқанда ақш федералдық резервтік жүйесінің пайыздық мөлшерлемелері бойынша күтулер неліктен инвесторлардың басты назарында екенін, онымен қатар қорғаныс активтеріне деген сұраныстың қалай өзгеріп жатқанын, мұнай нарығындағы жағдайды және негізгі валюта жұптарының қозғалыстарын шолып өтетін боламыз. Нарықтағы басты жаңалықтар туралы айта кететін болсақ, өткен апта салыстырмалы түрде енді жаңа айтып өткендей тыныш өтті. Дегенмен инвесторлар ақш федералдық резервтік жүйесінің алдағы ақша несие саясатына қатысты күтулерін бағалауды жалғастыруда. Нарық алдағы айларда жалпы мөлшерлемелердің төмендеуі мүмкін деген ықтималдылықты біртіндеп бағалап жатқанын айта кету қажет. Онымен қатар инвесторлардың назары ақш пен оның негізгі сауда серіктестері арасындағы сауда қатынастарына аударылғанын айта кету қажет. Нарық қатысушылары жаңа сауда шектеулерін енгізілу ықтималдылығын бағалап жатыр. Бұндай жалпы жағдайлар қорғаныс активтеріне деген сұранысты ұлғайтатынын айта кету қажет. Және онымен қатар ақш-тағы корпоративтік есептілік маусымы жақындап келе жатқанын айта кету қажет. Бүгінгі экономикалық күнтізбеге көшетін болсақ, бүгін сағат 11-де, яғни 37 минут бұрын жалпы есебімен өндірушілер бағалары индексі жарияланғанын көріп отырмыз. Германия елінде бұл маусым айына арналған статистика. Әрмен қарай бүгінгі күні біздің уақытпен, яғни Қазақстан уақытымен сағат 17:30-да, GMT уақытымен 12:30-да тұтынушылар бағалар индексі Канада елінде жарияланатын болады. Дәл сондай индекс, бірақ маусым айына арналған емес, ал жылдың жалпы екінші кварталына арналған дәл осындай ақпарат Австралия елінен 22:45-те GMT уақытымен жарияланатын болмақ. Шамасымен енді ол бізде келесі күннің таңғы 4-те болуы тиіс. Және экономикалық индикаторлар индексі 14:00-де, яғни Қазақстан уақытымен кешкі сағат 7-де ақш-тан жарияланатын болмақ. Ал енді қаржы құралдарына жалпы көшетін болсақ, бұл апта өте қызықты болғанын айта кету қажет. Жалпы есебімен біз көріп отқандай доллар индексінің қимылдары әлі де бір тұрақсыз болып жатқанын көріп отырмыз. Дәл қазір оның деңгейі 100,726, және бүгінгі сауда сессиясы барысында енді оның қимылдары қаншалықты жоғары болатынын бірге тамашалаймыз. Себебі өткен аптаны енді бұл актив бізде шамасымен 100,832, 835 шамасымен сондай деңгейлерде аяқтағаны есімізде. Еуро-доллар жұбына көшетін болсақ, еуро-доллар жұбы аптаның маңызды қарсылық деңгейлеріне жақын келе жатқанын айта кету қажет. Дәл қазір оның көрсеткіші 1,100-143. Бұның негізгі қозғаушы факторы ақш-тың федералдық резервтік жүйесінің мөлшерлемелерін төмендетуі мүмкін деген күтулер. Егер ақш-та жарияланатын экономикалық статистика күткеннен әлсіз болса, еуро қосымша қолдау алуы мүмкін. Алайда еуроаймақ экономикасының өсу қарқыны әлі де баяу болғандықтан еуроның айтарлықтай нығаю әлеуеті әлі де төмен. Қолдау деңгейлері жалпы есебімен айтқанда 1,166, қарсылық деңгейі 1,175 немесе 1,182 екенін айта кету қажет. Ұлыбританиялық валютаға көшетін болсақ, бұл жерде енді сәл қиындау жағдайлар орын алып жатыр британиялық валюта үшін. Және британдық фунт жалпы есебімен Ұлыбритания экономикасынан келіп жатқан салыстырмалы түрде тұрақты көрсеткіштердің арқасында өз позицияларын жалпы сақтап жатқанын көріп отырмыз. Сонымен бірге бұл валюта жұбының негізгі бағыты ақш долларының қозғалысына тәуелді болып қала беретіні бізге анық. Егер доллар индексі әлсіреуін жалғастыратын болса, фунт жаңа жергілікті максимумдарды жалпы бұзып өтуі мүмкін. Қолдау деңгейі 1,344 немесе 337, қарсылық деңгейлері 1,357 немесе 365 екенін айта кету қажет. Келесі біз көшетін өте маңызды тақырып, ол әрине де бізде жапониялық иена туралы әңгіме қозғайтын болсақ, ақш доллары мен жапон иенасының жұбы
осы аптаның ең қызықты құралдарының бірі болып жатқанын айта кету қажет. Инвесторлар Жапония банкінің алдағы шешімдерін мұқият бақылауда, ақша несие саясатын қатаңдату жөніндегі кез келген белгі иенаның нығаюына себеп болуы мүмкін. Сонымен қатар ақш мемлекеттік облигацияларының кірістілігі бұл жұптың қозғалысына негізгі әсерін тигізетін факторлардың бірі болып қала береді. Қолдау деңгейі 146-да 8 немесе 145-те 9, қарсылық деңгейлері 148-де 60 немесе 149-да 50 екенін айта кету қажет. Канадалық доллар туралы әңгіме қозғайтын болсақ, канадалық доллар жалпы мұнай бағасының салыстырмалы түрде тұрақты болуының арқасында қолдау тауып жатқанын айта кету қажет. Дегенмен алдағы жалпы бұл валюталық жұптың қозғалысы бірден екі жалпы факторға байланысты болмақ. ақш долларының динамикасы және онымен қатар мұнай нарығындағы жағдай. Егер мұнай бағасы өсуін жалғастырса, доллар канадалық доллар жұбы қысым астында қалуы мүмкін. Қолдау деңгейі 1,354 немесе 347, қарсылық деңгейлері 1,366 немесе 372 екенін айта кету қажет. Алтын туралы әңгіме қозғайтын болсақ, алтын қорғаныс активтері арасында ең тартымды құралдардың бірі болып қала береді. Федералдық резервтік жүйесінің мөлшерлемені төмендетуі мүмкін деген күтулер алтын бағасына жалпы есебімен қолдау көрсетіп жатқанын айта кету қажет. Егер ақш облигацияларының кірістілігі төмендей берсе, алтынға деген сұраныс артуы мүмкін. Алайда ақш экономикасынан келетін статистика қысқа мерзімді пайда фиксацияларын тудыруы мүмкін. Қолдау деңгейі жалпы есебімен айтқанда $3,430 құрауда, ал қарсылық деңгейі $3,495 екенін айта кету қажет. Келесі өте маңызды тақырыптардың бірі ол әрине де WTI мұнайы. Бұл мұнай жалпы есебімен осыны айтатын болсақ, брендті айтатын болсақ, жалпы екеуі де сауда аптасын біз көріп отқандай өте жоғары деңгейде бастап жатыр. Яғни көретін болсақ, жұма күні 82-де 39, 82-де 40 деген шамасымен деңгейде аяқталған болса, өткен сауда аптасы, бұл сауда аптасы болса 84-те 65, яғни $85 жақындап келе жатқанын көріп отырмыз. Егер ақш-тағы мұнай қоры бойынша мәліметтер күткеннен төмен болса, америкалық мұнай бағасы қосымша өсім көрсетуі мүмкін. Ал керісінше жағдайда қалпына келуден кейін түзету болуы әбден ықтимал. Қолдау деңгейі 67, қарсылық деңгейі 72 доллар баррельге құрап жатқанын айта кету қажет. Достар, осымен келесі апта қаржы нарықтары үшін өте маңызды болатынын айта кету қажет. Инвесторлар Федералдық резервтік жүйесінің өкілдерінің мәлімдемелерін, ақш-тың ірі компанияларының корпоративтік есептерін, жалпы есебімен америкалық экономикасының статистикасын және мұнай қорындағы мұнай қоры жөніндегі жалпы ақпараттарды мұқият қадағалайтын болады. Дәл осы оқиғалар жалпы біз көріп отырғандай осы валюталық жұптарды, шикізат нарықтарының, яғни айта кететін болсақ, қимылын осы апта барысында анықтайтын болмақ. Осымен біздің күнделікті брифинг өз мәресіне жетуде және назарларыңыз үшін үлкен рахмет, қадірменді достар. Және міндетті түрде форекс нарығындағы жаңалықтарды жібере алмаймын дейтін болсаңыздар, біздің телеграм және инстаграм парақшаларымызға жазылып кетуді шақырамыз. Және онымен қатар міндетті түрде YouTube арнамызға жазылып хабарламаларды да қосып алуды ұмытпаңыздар. Келесі видеолар барысында кездескенше сау болыңыздар.